Сәлем достар, өткен видеода компьютер қалай жұмыс істейді екенін көрсеткенмін. Ал бұл видеода процессор қалай атқаратын көретін боласыздар. Ал енді сіздерден қолдау ал біз бастаймыз. Бұл компьютерлік процессор сіздердің компьютерге енгізген ақпараттарды өңдеп машиналық кодпен миллисекунд сайын есептеп отырады. Ал оның ішінде осындай транзисторлар бірақта адамның басындағы шаш талшығынан да үміттей болады. Ал бұл көрініс микроскоппен қарағанда көрінеді. Және бұл нанотек процессор деп аталады. Процессор токпен байланысты болғаны соң ізген бұйрықтар 0 және 1 деген екілік кодпен көреді және есептейді. Физикалық тұрғыда қарасақ жарық бар, жарық жоқ секілді. Яғни компьютерлік процессор арифметикалық және логикалық операция түрінде жұмыс жасайды. Алдарыңызда әріптердің екілік кодке жазылуы. Осы YouTube арнаның атауын процессор осылай көреді екен. Автордың атауын осылай қабылдайды. Процессорде гигагерцпен орындау операциясы өлшенеді, яғни бір тактілік жаңартуға 1 секунд кетеді. Тактілік жиілікті сіздерге босқа айтқан жоқпын, өйткені ол процессор мен компьютердегі басқа компоненттерге байланыс орнататын шина деген жолақтарға келе байланысты. Сіздер үшін түсінікті тілде схема сызғанмын, ал сіздер YouTube арнаны қолданыңыздар. Процессор өзі мынандай бөліктерді қамтиды. Олар кеш жадысы, арифметика, логика, есептеуші, ядро құрылған видеокартасы, регистрлар, архитектура, мысалы X64 және процессор. Оның материалы кремний аяқтарымыз. Компьютерлерге арналған процессорлар олар бірінші Intel Core, екінші AMD, үшінші кейіннен шыққандар Apple компаниясынан шығып Apple. Компьютерлеріне арналған M процессорлары. Телефондарға және планшеттерге арналған процессорлар олар бірінші Mediatek, екінші Samsung, Exynos, үшінші Qualcomm, Snapdragon. Өтіші Apple компаниясына шығып, тек Apple телефондарына арналған Apple Munich процессорлары. Жаңаға айтылған процессорлардың бәрі Қытай жақтағы Тайванда TSMC технологиялық заводында құрастырылады екен. Бұл заводта керемет деген технологиялық компанияларының тапсырысы бойынша технанопроцессорларды өндіреді. Және әр өнім сайын техпроцессорлар ішіндегі микротранзисторлар кішірейтіп отырады. Солайша 7 нанометр, 5 нанометр, 3 нанометр секілді техпроцессорлар қолданысқа шығарады. Компания ішіндегі адамдар және жұмыскерлер үстілеріне маскалаттар мен беттеріне маскалар тағып алған. Өйткені компания ішіндегі процессорлар жасалынатын бөлімдерде шаң тозаң қоқыстар ұшпау керек. Адамдарға қаупі бар ультракүлгінгі. Жөйле түсіретін аппараттардың жанында тек роботтар арқылы жұмыс жасалынады, яғни микроталшықты транзисторларға зақым тимеу үшін. Ең алғашқы процессорлар сонау 1970 жылдары пайда болды. Бұл процессорлардың біреуін айтсақ Motorola компаниясының Motorola 6800 деген процессор болды. Бұл процессорды компьютер шығаратын компаниялар және ойын приставкаларын шығаратын компаниялар өз өнімдеріне қолданды. Осымен видео аяқталды. Сіздерде ұнады деп ойлаймын. Осындай видеоларды көру үшін каналға тіркеліңіздер.